Студенттер, бүгінгі тақырыбымыз шетелдік Азия елдері. Жалпы шетелдік Азия елдері жалпы материктер бойынша Евразия екіге бөлінетінін білесіздер, Еуропа және Азия. Осы Азияның жер көлемі жағынан өзі Азия бөлінеді. Оңтүстік батыс Азия, оңтүстік шығыс Азия, шығыс Азия, батыс Азия және оңтүстік батыс шығыс Азия. Жалпы Азияның саяси картасының аймақтарын алып қарағанда, оңтүстік батыс Азияға 17 ел енеді. Олар монархиясына байланысты республика конституция, мемлекет басшыларына байланысты республикалық конституциялық абсолюттік болып бөлінеді. Жалпы республикалық мемлекеттеріне оңтүстік батыс Азияның оларға Грузия, Израиль, Ирак, Йемен, Иран, Ливан, Кипр, Сирия, Түркия, Ауғанстан мемлекеттерінде конституциялық қаларға Иордания, ал абсолюттік монархияларға Бахрейн, Катар, Кувейт, Бао деген Осман, Сауд Арабиясы монархия елдері болып табылады. Яғни бұлар аттарын өздері айтып тұр, мұнай бойынша ОПЕК-ке құрамға мүше елдер мұнайдан алдыңғы орында өндіретін мемлекеттер болып табылады. Және де жаңа оңтүстік батыс Азиядан бөлек оңтүстік Азия бар. Жалпы оңтүстік Азияға 7 ел кіреді. Яғни оған Үнді мұхиты аралығы арқылы Европа, Африка, Ауғанстанда, Аустралиямен сауда қатынас жасайтын 19-шы ғасырда британдық үндістер пайда болатын. Яғни олар республикалық басқару жүйесінде Үндістан, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Малдив, Непал мемлекеттері, ал конституциялық монархия елдері бар. Жалпы 7 ел оңтүстік Азияға енеді. Не үшін? Бұл жерде Үндістан көлемі жағынан ең алғашқы орындардың біріне иеленіп отыр. Жалпы жаңа оңтүстік батыс Азияда және оңтүстік шығыс Азия деп, және орталық шығыс Азия. Оңтүстік шығыс Азия елдері өзі картадан, көз алдарыңызда картадан елестетіңіздер. Яғни Қытай түбегі, Малай архипелагы арқылы 10 ел енеді ол мемлекеттерге. Жалпы олардың да өздерінің республикалық, конституциялық, абсолюттік монархия елдері болып бөлінеді басшылық жағынан. Республикалық елдер это Вьетнам, Индонезия, Лаос, Мьянма, Сингапур, Филиппин елдері, ал абсолюттік Бурунди мемлекеті, ал конституциялық Малайзия мен Таиланд, Камбоджа мемлекеттері болып табылады. Орталық және шығыс Азия елдері Жапония, Қытай, Корея халық демократиялық республикасы, яғни білесіздер, Корея екіге бөлінеді, Солтүстік Корея және Оңтүстік Корея. Оңтүстік Корея республикасы болса, Солтүстік Корея халықтары достығы республикасы болып табылады. Және осы орталық және шығыс Азияның елдеріне Тайвань, Корея республикасы, жаңағы Монғолия мемлекеттері кіреді. Сянган бар, Жапонияға көршілес. Жапонияның отарында болған монархия елі Камбоджа 1999 жылы Оама мен 95 жылы Сянган Қытай құрамына еніп кеткен. 80-ші жылдары Тайвань, Қытай бір мемлекеттіктегі екі жүйе болып бірікті. Жалпы осы оңтүстік батыс Азия, шығыс Азия мемлекеттерінің табиғат жағдайлары мен ресурстарына қарайтын болсақ, мына жерде картада көрсетіп тұр. Азия дүние бөліктерінің ішіндегі абсолюттік биіктігі жағынан бірінші орында осы Азия. Потому что бұл жерде Эверест шыңы орналасқан 8848 метр биіктікте. Ал орташа биіктігі жағынан материктер ішінде Антарктида құрылғаннан кейін екінші орында бар. Жалпы жердің 70%-ін таулар және үстірттер алады. Бұл жерде саяси карта болып көрсетілген. Жалпы физикалық картаға қарасаңыздар, ол жерде қоңыр түсті таулар мен үстірттер көбірек кездеседі. Олар басты екі белдеуден құрайды. Енді белдеуі Кіші Азия түбегі мен Тынық мұхит жағалауларымен дейін созылған. Өзімен жерде көрініп тұр, картада Қытайдың ар жағынан уже Үнді мұхитының жалғасын табады. Тынық мұхитының Үндістанның астында Үнді мұхиты бар, және де Қазақстан Россияның жағында солтүстік мұзды мұхиты. Яғни мұхиттардың барлығы дерлік мемлекеттер шайып өтеді деп айтсақ болады. Табиғат жағдайларынан кейін олардың жалпы Азияның түбектеріне, нүктелеріне тоқталатын болсақ, жалпы шеткі нүктелері солтүстігінде Чилийскен нүктесі болып табылады, мүйізі. Оңтүстігінде Пяй, батысында Рока, шығысында Дежнев. Оны сіздер мектеп кезінен білесіздер. Және де ең биік таулар мен қыраттарына Памир, Тянь-Шань, Тибет, Гималай, Гиндукич, Қарақұрым таулар жатады, үстірттер. Ал түбектеріне Тамир, Чукот, Камчатка, Үнді Қытай, Корей, Декан, Арабия, Кіші Азия, Үнді түбектер жатады. Жалпы осы Азия мемлекеттерді және шығыс батыс Азия, оңтүстік Азиялардың халықтарына келетін болсақ, халқынан да ең жоғары орындалады басқа материктермен салыстырған кезде Азия. Жалпы Азия аймағында 4 миллиард
351 миллион халық тұрады. Жалпы жер бетінде қазіргі кезде 7 миллиард халық болса, жартысынан көбі осы Азияда орналасқан. Халық санынан ең жоғары орналасқан жаңа Үндістан, Қытай мемлекеттері осы Азияда орналасқан. Себебі жалпы қытайлардың білесіздер халық саны қазіргі кезде 2 миллиардқа жақындаған, 1 миллион 197 миллион, 1,5 миллиардқа. Хиндустер не де үндістер 260 миллион, бенгалдар 193, жапондар 130 миллион, пендаптар 105, бихарлар 105 миллион. Қазіргі кезде халық саны шамамен жер шарының жалпы 60% осы Азияда құрайды халқынан. Дүниежүзінің халық санының ең көп 10 елдің қатарына шетелдік Азияның 6 елі кіреді. Жаңа айтып отырғандай, Азияның халқы ұлты әртүрлі, алуан қырлы. Мұнда жалпы тілдермен ерекшеленіп тұрады Азия халықтары. Топтастырылып тілдермен ерекшеленіп тұрады. Ал жалпы Азияның кен байлықтарына тоқталатын болсақ, жаңа бөлім өткенде бұл жерде қара металлургия, мұнай, газ, темір, түсті металлургия өте жақсы дамыған. Оның бір себептерінің өзі мысалға тас көмір кен орындары. Кузнец ең атақты. Минушевский, Лена, Кан, Иркутск жатады. Ал Қазақстанда Қарағанды, Қытай, Үндістанда, Қазақстанда Қарағанды, білесіздер, көмір алабы. Қытайда, Үндістанда да көмір алаптары бар. Азияда мұнайдың дүниежүзілік қорының жартысынан астам шоғырланған. Жаңа тағы да айтып отырмын ғой. Темір кен мен түсті металлургия Азияның таулы қыратты жерлерінде көбірек тараған. Фосфориттің қоры бізде Қазақстанда Қаратауда орналасқан. Боксит кен орындары түсті металлургия бойынша Торғайда, солтүстігімізде, оны да білесіздер, Жезқазғанда, және де Үндістан, Индонезия мемлекеттерінде алмаз ең байлықтың бірі, кен орындары Саха-Якутияда орналасқан. Жалпы оңтүстік Батыс Азия, оңтүстік Шығыс Азия деп жатырмыз. Барлық жалпы бір Азия болып табылады енді. Бірақ жер көлемдеріне және олардың созылған мемлекеттерге орналастыруына байланысты жаңа да бөліп өттік. Азияның табиғат зоналарына, табиғаттарына келетін болсақ, жер шарының Евразия материгінің жартысын алып отқан Азия мемлекетінде қоңыржай континенттің табиғат зонасы климаты кездеседі. Жалпы яғни 4 мезгіл айқын көрінеді жерінің көп жерінде. Үндістан мемлекетінде климат бойынша, жауын-шашын бойынша ең көп жаңбыр көп түседі. Черапунджи деген жерінде ол дүниежүзі бойынша ең көп түсетін жауын-шашын мөлшері бойынша деп тіркелген. Және де табиғат зоналарынан бізде шөлейт пен шөл зоналары басымырақ болып келеді. Жалпы Азияда орналасқан өзіміздің Қазақстанды алып қалайтын болсақ, біз Қазақстанымыздың жеріміздің өзін 70% шөл мен шөлейт алып тұрады. Және тек қана солтүстік бөліктерінде ғана орман және дала зоналары бар. Ең бай нәрсе бізде әсем табиғатымен Азия ерекшеленеді. Жер бетінде таулар мен тау үстірттері көп Азия мемлекетінде. Және де Азияда орналасқан және өздеріңіз білетіндей Үндістан, Қытайларда қазіргі кезде халық санының көп, және де оларда бір отбасыға бір бала деген осықа дейін ұстанып келген саясатты. Бірақ қазіргі кезде Қытайда берілген рұқсат бір отбасыға бір емес, екінші баланы да дүниеге алып келуге болады. Себебі бір отбасыға бір бала деген саясат ұстаған кезде оларда өлім саны өте көп болып кеткен. Жасөспірімдердің және де туғандар мен өлімдер бір-біріне шыққанда өлім көрсеткіші өте төмендесіп кеткен. Сол себепті қазірде екінші балаға рұқсат берілді. Ал Үндістанға келетін болсақ, Үндістанның Нью-Дели астаналарында өте халықтың жағдайы жақсы да, бірақ ауылды жерлерінде халық нашар тұрады. Және де ол жерде лас халықтардың ауру жағынан көптеп проблемный мемлекеттердің қатарына қазіргі кезде енгізуде. Не себепті? Ол жақта өздеріңіз көріп жатқандай бір суды ішкен кезде ол суға халықтардың айтуын келгенде не только шомылады, ол жерде суын ішеді де, және де ол жерде малды да айдап ішкізеді, жүріп өткізеді, шомылдырады. Және де табиғаты да өте қолайсыз, ыстық, Үндістанда білесіздер. Және
осы Орталық Азия, Оңтүстік Азия мемлекеттері туризммен де жақсы дамыған, Оңтүстік Шығыс Азия елдеріне туристер жылдап көбірек демалыс орындарынан шығады. Және де Азия мемлекетінің тағы бір ерекшелігі, жаңа айтып отырғандай, халық жағынан да, оның тығыздығы жағынан да ең бірінші жоғарғы орындарды алып отыр. Жалпы алдағы уақытта біз осы айтып отқан мемлекеттердің ең ірі мемлекеттер Үндістан, Қытай мемлекеттеріне, өзіміздің Қазақстанға, Монғолия мемлекеттеріне жеке дара тоқталатын боламыз. Әсіресе Корея мемлекеттеріне. Корея туралы неге айтылмадық? Корея мен Жапонияға жеке дара тоқталуға болады. Жапония, білесіздер, қызыл байлықтар аз болса да, экономика, техника жағынан дамушы ел бізде. Ең дамыған мемлекет, Азияда дамушы елдердің ең бірінші орында келеді. Ал Корея мемлекеті жаңа айтып отқандай екіге бөлінеді. Корея халықтар болса мемлекет республикасы, және Корея республикасы. Халықтар болса қазіргі кезде басқа мемлекеттермен араласып, қазіргі кезде сауда-саттық жасай бастады, бірақ осы уақытқа дейін ол кісілер шекарасын ешкімге ашпаған. Оны өздеріңіз білесіздер. Ал Оңтүстік Корея мемлекеті ең дамыған мемлекеттердің бірі. Оларда да тең дамыған техника, технология алғашқы орындарда екенін білесіздер. Олардың барлығына мемлекеттерге жеке тоқталатын боламыз. Бүгінгі осы жалпы шетелдік Азия мемлекеттері, оңтүстік батыс, оңтүстік шығыс Азия елдерінен тоқталып кетті. Келесі сабақ үйге тапсырма осы Азия мемлекеттері бойынша бір қызықты деректермен бір-бірімізден бөлісу. Және де мен сіздерге тест тапсырмаларын алып келдім.